Ал құрметті телекөрермендер, жалпы осы біздің негізгі сұхбатымыздың мақсаты осы жалпы еліміздің, халқымыздың дәстүрлері, қазақи салт дәстүрлері. Ең бірінші біз қазіргі кезде Көкшетау Қызылжар деген ауылды мекенде өзіміздің сұхбатымызды, алғашқы сұхбатымызды өткізіп жатырмыз. Біздің қонағымыз, жалпы енді біз өзіміз қонақта қария апамыз. Сіздің аты жөніңіз, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Елберген Қызылсай ауылына Елберген деген атамның қолына түстім. Елберген атамның бірінші үлкен келінімін. Сол әулетке Сайынбөлек әулеті дейді. Осы әулетке 57-ші жылы келін болып түстім. Атамның ең бірінші келіні болдым. Сол елге сыйлы болдым. Бүкіл елім, жұртым бәрі қадірлейтін болды. Содан өстік. Бала шағам бар. 4 балам бар. 3 ұлым, 1 қызым. Немерелерім бар, шөберелерім бар. Жалпы енді осы сіз жаңағы осы әулетке келдіңіз деп айтып жатырсыз. Енді оған дейін мысалы сіздің туған ата анаңыз туралы, туған жеріңіз туралы, еліңіз туралы, қай рудан келдіңіз, қай рудан шықтыңыз? Туған елім, Төркін жұртым, Бірлестік ауылы, әке-шешем, әкем соғысқа қатынасқан адам. Шешем де сол соғыс уақытында еңбек. Бірлестік ауылы бұл қай жерде? Бірлестік ауылы осы Қосшығыр районына қарайтын, осы жерден 40 шақырым жерде тұрады. Әкем 82-ге келіп қайтты, шешем 85-ге келіп қайтты. Осылардың да жалғыз ұлы, жалғыз ұлы, 10 шақты баласы бар, бәрі отау үй. Қазір кезде бәріңіз араласып жүрсіз? Араласып тұрамыз, жалғыз інім бар, сол жалғыз інімнен 10 шақты бала туды. Жалғыз сіңлім бар, осы мынау. Бұрынғы Ленинград районында сол жақта тұрады, бала шағасы бар. Ал апа, руыңыз қай рудан шықтыңыз, қай елден? Руым Арғын. Арғынның ішінде жақсылық, момын жақсылық дейді біздің руды. Жақсы. Ал енді сіздің атаңыз, қайнатам ба? Жоқ, өзіңіз. Өзім әкем. Олар осы жерде туып өсіп, Осы Көкшетау районында туып өсіп. Олардың жеті ата туралы хабарды білесіздер ма? Жеті ата жазып қойған, бірақ есімде жоқ, қазір айта алмаймын. Бірақ бар, Бар, жеті ата. Ал енді сіз... Жақсылыққа қарайды, Асан Үсен дейді біздің Бірлестік ауылын, Төркін жұртын. Ал осы 57-ші жылда сіз осы жаңа Елберген деген... Кісінің атамның қолына жолдасым алып қашты мені. Осы жайлы кішкене айтып берсеңіз, осы қалай жүрді, қалай сіз алғашқы рет өміріңізде жаңағы алғашқы жұбайыңызбен танысып, қалай... Жұбайым ол уақытта Петропавлда колледжде оқитынды бухгалтерлігі. Сол ақыр көрсінде мені алып қашты. Атамның бірінші келіні болдым, бірінші немересі болдым. Осы Бекболат Ерболдың әкесі. Ол кезде мысалы алып қашу деген жат салт болды ма әлде жалпы? Жоқ, ол уақытта жағдай жоқ. Қалың мал төлемейді. Біз жолдасым екеуміз келісіп, 6 ай жүрдік, хат жалып, хат берсіп. Енді келісіп алып кетейін десе, қалың мал сұрайды. Қалың мал сұрауға бұлардың аталарында жағдай жоқ. Бұлардың әжелері ерте уақытта 47 жасында соғыстан кейін қайтыс болды. Сол мен жолдасым, сосын қайным, қайынсыңдым ғана бар екен. Мен келгенде үйде ешкім жоқ, әйел жоқ. Мен бірінші келіні болып түстім. Содан мені бүкіл Сайынбөлек әулеті мені жақсы көретінді. Осынға дейін әлі ұмытпайды. Ал осы ол Қызылсай ауылы мынау. Көкшетау маңайы, Қызылсай ауылы дейді, мына жерде, осы жерден 40 шақырым жерде тұрады. Қайыным бар, араласып, қайынымның балалары бар, қыздары бар.
Апал, енді жаңа қалмал жайында айттыңыз. Осы қазақи дәстүрде әрине біз естиміз, қалмал деген көптеген жазушылар да жазды. Қаншалықты біздің дәстүрімізге сіңіп кеткен дәстүр болып, бірақ шынымен де жағдайға байланысты, иә? Жағдайға байланысты. Қазірге ол жағдай бар мысалы, иә? Бар, әркім өзінің жағдайына қарай береді. Ол уақытта да менің атам жалғыз, әйелі жоқ болса да, балалар 3 баламен қалған ғой, әйелі өлгеннен. Жағдайы жоқ болса, өзінің шама шарқсынса, жағдайын менен берді. Ол уақытта өзінің енді әке-шешемді риза қылып. Құдалығын шақырды. Ал енді осы жаңа қашып кеткеннен кейін сіздің туған әке шешеңіз, әке анаңыз қандай қарым-қатынаста, қалай олар? Ең алғашқыда хабаршы, қуғыншы деген. Мен бірінші қызы болдым, тұңғышымын әкенемін. Ең алғашқыда ренжіді, сосын татуластық, қайта бір барған жерді шуласы бағын делған жоқ, келісті, келісімменен. Енді біз бірімізді ұнатып қосылғаннан кейін бәлен бірге жүрдік, қат алып, қат берсін. Соның аяқ астында енді не қыламыз дегенде, жаңағыдай жағдай жоқ болғаннан кейін, сен келсесің бе, келсек, енді өзіміз бұрын келісіп тұздық, бірақ әкелем, ол жер кедей дейді ғой баяғы. Менің әке-шешем бір шешесі бар жер кішкене болады ғой әйтеуір. Анасы жоқ жер, қазақта мақал бар ғой. Аналы жетім, бай жетім, әкелі жетім, қу жетім деп. Ол әкенің аты басқа, шешенің аты басқа ғой. Сол шеше болмағасын атамыз сол жазы болды. Ол кезеңдер енді жалпы қиын қыстау замандар, соғыстан кейінгі заман, оған дейін ашаршылық болған заман. Ал мысалы мүмкін сіздің ата әжелеріңіз, бабаларымыздан келген бір өсиеттер ма, әлде сондай бозторға жұмыртқалайтын замандан келген аңыздар сіздің әулеттеріңізде естіген боларсыздар ма? Мүмкін естіген боларсыз. Сізге не жетті ол заманнан бері, мысалы? Сол көшпелі заманнан, біз тарихта білеміз ғой енді қандай жағдайлар болды, ал оған дейін мысалы, иә? Кеңес, орыстар, кеңес заманы келген уақытқа дейін. Жоқ заман болды ғой енді, жоқ заман. Ол уақытта мен өсуге келген уақытында сендерге отырып, бір кесемен, бір шинақ қана бар, төсегерінде жоқ. Солай енді жастық, мастық, екеніміз біріміз сүйгеннен кейін алып қашты. Мен соны анау үйде шей де жоқ, төсек те жоқ деп елеген жоқпын. Сонда сол әулет бізге төсегер жинапты. Мен білмеймін ғой оны. Мен ойлағам сол үйде төсегерні бар шығады. Әкесі жаңа сайын өзі тәулеті дейді. Өздері кәржей болған үй. Содан біреу көрпе, біреу жастық, біреу койка. Ол уақытта темір койка ғой. Соның өзі. Мен ойлаймын анау сол үйдің несі шығар деп. Әкесі ол тұқымдар әкелген екен. Артынан сосын татуласқаннан кейін әке-шешем менің өзімнің төсегерімді әкелді ғой енді. Қыздың еншісі болады ғой. Жабды ғой. Иә, жабды. Сосын адам болып кеттік. Сосын оқу бітірді, бухгалтер болып істеді. Сіз өзіңіздің кәсібіңіз қандай болды? Мен мамандығым агроном негізінде лабораторияда істедім, семенол лабораторияда. 16 совхоздың семенасын тексеріп отырдық біз. Содан пенсияға шықтым, және 4 балаға ол уақытта 4 балаға ерте шығарады ғой, қазір ғой шығармайтын. Ал сіз осы 57 жылдан бері, қай жерде тұрдыңыз, қай мекенде? Осы Көкшардың басында ма? Красноярда 67-ші көшіп келдік. Оған дейін 3-4 жерде көштік. Анау қызмет болғанда көшірелерді ғой. Желтау деген, Водопьян деген, Шағален, сосын мынау Еленівка деген жерде тұрдық. Ол жерде совхоз болды, сол жерде жолдасып главный бухгалтер болып істеді. Сосын осында 67-ші жылдан бері тұрамыз. Балалар осы жерден оқыды, бітірді, жан-жаққа кетті. Ал сол уақытта мысалы сіз өзіңіздің еркіңіз емес, сіздің айтқаныңыз бойынша директор совхоз ба, әлде партия ма? Партия жұмысқа жібереді ғой. Өсірет, ана жерді жүзе дейді, ол уақытта кемшілік қой бәрі. Мына жер нашар тұрады, сен соны барып жөнді дейді. Анаға ол нашар тұрады, соны апарып жөнді дейді. Сол жердің есеп қисабын шығарады. Мен балалармен осы Маратым туғаннан кейін ғана жұмысқа шықтым. Оған дейін дедушка болды, қайнатам. Соғысыны бақтым мен.
Ол уақытта мойша жоқ. Атамда темір карита болады. Сол каритаға отырғызам, ортасына бітті скамейка қойып, екі жаққа кішілік су құямын дағы. Атамның мынандай кішкентай комнатамыз болды. Кісі кәрі ғой енді, 87-ге келді. Екі жаққа шелекті қоямын, құманды қоямын дағы. Ата ішкеймін, шешпе деймін. Арқасын жуып берем. Сосын барып өксі өзі жуып шығады рақаттар. Шашын өзім электрискімен алып отырдым. Тырнағым, аяғым бәрін алып отырдым. Қазіргі келіндер әйелдердің, шешелердің тырнақ аяғын қолына алмайды. Мен атамды солай бақтым. Сонда ана балаларың шашыңызды сіздің басыңызға шығуға қалай ұят қой ата. Балаларыңызға алғызсын, олар шашымды жұлады, өзің ал деп маған шашында тырнағында маған алғызады. Атам сондай кісі болды. Біреулер қайненесінде күте алмайды ғой. Соның бүкіл елі риза маған. Осынға деген қоймайды. Қазір кезде бұл өте дәстүріміз ұмытылып, көптеген жастар қазір қарамайды. Жастар кей уақытта жеркенеді тәрбиедесін. Қазір барлығы жастарға мойын артып қылмақшы, бірақ негізінен шын мәнінде сабақтастық жоғалып бара жатыр, өкінішке орай. Бұл жерде енді жалпы біз қазақ дәстүр жайында, салт дәстүр туралы сізден сұрасам, жалпы енді осы бала туғаннан бастап, енді мүмкін жаңа екі жас қосылғаннан бастап қандай салт дәстүрлерді бұрыннан келе жатыр мысалы? Атам марқұм енді бірінші немересі болғаннан кейін біреуге заказ беріпті. Мен аяғы ауырып екенін білмеймін ол кезде. Содан бесікке салдық бірінші баланы. Осы Бекболатты, мына әкесін. Сол немеремнің бәрі де сол бесікке жатты. Осынғы деген ана жерде коридорда тұр сол бесік. Олай бесікке салып өсірді. Оны қолдан жасалған шығар, иә? Қолдан жасады бесікті. Біреу бір жиен барды атамның. Сол жиені шебер кісі еді, сол кісі жасап берді. Ондай бесік ешкімде де жоқ. Анау коридорда тұр әлек. Қазіргі кезде бесікке салмайды. Қазір салмайды. Ал ол кезде осы сәтті пайдаланып, той өткізген өткізген қандай. Бір татар ауылында болдық. Татарлар күшті не қылады. Мына сыбайды бұна, сосын балаларды жаңа туылғанды керемет кәрді дейді осылайша. Сонда біздің Қатайдың бірінші немересі деп, сол татарлар керемет той жасады, сол жерде отырғанымызда. Бесікке салар той болды, шілдехана той болды. Бесікке салу той, шілдехана ол бөлек, иә? Бөлек. Ал оның мерзімі уақыты, мысалы, бала туғаннан бастап? Бала туысыменен кейбіреулер 40 күннен, кейбіреулер 2 жұмадан кейін салады. Бесікке салғанда. Кейбіреулер қазірғылар уже жасқа толғанда жасалып жатыр. Шілдеқа той жасап жатыр. Әр уақытта енді заманына қарай, әр уақытта түрлі жасап жатыр. Қазір мен немерелерімнің бәріне де шілдехана жасадым. Шілдехана бұл 3 айдан кейін, елде бір жылға? Енді әркімнің жағдайына қарай. Бір күн жағдайы келеді, бір күн жағдайы келмейді. Жұмыста қазіргі тапшылық заман болды ғой, ана кездерде. Бұл негізінен салыстырмалы түрде. Қазіргі кезде, және сіз енді жалпы 50-60 мүмкін әрі қарай жылдарында, мысалы, сол жылдарда қалай болған екеуін салыстыра келе, мысалы, не өзгерді, не жоғалды деген сондай сұрақ, мысалы, иә? Көпші жоғалды деуге де болмайды, енді көпші елдегілердің көпші бесікке салады балаларын. Жоғалды деуге болмайды. Ал енді басқа дәстүрлер, мысалы, қыз кезінде, ұлдарға, ұл туған кезде өзгешілік бар ма, мысалы? Қыздарға барнай бөлек? Ұлға не жасағанда, шілдехана жасаған уақытта 2 қой сою керек дейді. Қызға 1 қой сою керек дейді. Енді ол шариғат бойынша. Енді оны әркімнің өзінің жағдайына қарай, біреудің жағдайы болады, біреудің жағдайы болмайды. Енді сонда ұлды қазақтар баяғы фамилиясы қалады, аты қалады деп есептейді ғой. Ұлды ұл дейді да, қызды қыз дейді. Тегі бар деп. Ал мысалы әрбір адамда қазақта, үш жұрты бар. Иә. Ол жерде мысалы өз жұрты әрине өз болғаннан кейін қайын жұрты, нағашы жұрты. Нағашы жұртының әсері қандай, мысалы жаңа туған балаға нағашы жұрты қалай қарым-қатынас? Нағашы жұрты, мен мысалы үшін өзімнің осы немерем бірінші туған уақытта
Олатта да жоқ уақыты ғой енді 59 жылда осы Бекболаттың туды. Нағашылары бір қойын сатып пәлт әперді әлі есімде. Нағашынан киіп кету керек деп. Ондай ақша жоқ. Жаңа жұрттан мал болып келе жатқан бар. Енді қазір олай емес. Қазір енді Құдайға шүкіршілік бар. Таппадым деген енді біз мысалы үшін қазір енді мен неман легалалы, елу мың теңге мен жұмысты балалардың мектебінде жұмыс істегенім жоқ, 25 жыл ғана стажым болды. Енді қазіргі кезде қазақтар енді өте көп, мысалы әлемде болсын, елімізден тыс көптеген ата жұртымыз, ол жақта да мысалы жастар өсіп жатыр, өкінішке олар тілдерін ұмытып, дәстүрлерін ұмытып жатыр, сондықтан оларды осындай жобалар арқылы біздің қарт қарияларымыздың сақталған дәстүрлерімізді біліп жандандыру мақсатында сізге мысалы осы дәстүрлер, мысалы бала туғаннан енді жаңа бастап айттыңыз, енді қырқынан шығады. Енді олардың мысалы ер жетіп, әрі қарай тұрмыс құруға байланысты, мысалы мүмкін бұрын енді 13 жасына отау иесі деп айтушы еді, енді қазіргі кезде заман өзгеріп келе сайын қазір 30-ға дейін жүріп жатыр. 30-ға дейін ұзартып жатыр. Ол жайында не дейсіз? Бұл енді дәстүріміз қалай болу керек? Біз өзімізді сақтау керек. Енді оқу деп жүру керек. Мысалы үшін менің әлгі немерем Маратымның үлкені міне 24-ге келіп оқуын бітіріп жұмыс істеп жатыр Астанада. Анда-санда айтып қоямын, құлым қарсайып қаласың. Жігіт болса ризамыз, батамызды береміз. Оған енді апа театр дейді, жұмыс істейік кішкене. Жиналып алайық дейді. Оған сенің заманың жасың өтіп кеткеннен кейін жігіттер де кетіп қалады деп айтып қоямыз. Келгенде оған енді Алланың бұйрығы, қай жерде немене болатын Алла біледі. Кезінде сіз мен 19-ымда шықтым тұрмысқа. Сол бардыңыз ғой, енді үттік жаңа өзіңіз айттыңыз, жоқ жерге, сол жерге заман енді басқаша болды әрине, бірақ қазірде бәрі бар сияқты, бірақ оны да жету керек. Көтерілмейді, соны көтерілмейді ғой. Қазір айырылысып жатыр, бәрі көтерілмейді. Ал мысалы енді екі жас жұбайлар, екеуі үйленен бастап, енді жаңа айттыңыз қалың мал жайында, иә? Енді басқа да қандай дәстүрлер, салттар болу керек деп ойлайсыз, мысалы қазақтың тойларында, екі құданың. Ол уақытта қалың берген шамасына қарай береді, сосын кит береді, келген кісілер қуысыйды, шығармай береді деп, өзінің шамасына қарай. Қазіргі заманда мінекей алтын жүзік шұлғы деп жатыр. Заманға қарай ғой. Біздің заманымызда мен ұзатып әкеткенде мынандай шұлықта болмаған. Келген құдаларға. Қазір 30-40-та құдалар жүреді. Ол уақытта сол бір шана ғана кісі келді құда. Менің бірлестік ауылмен екі орта 30 шақырым қойдым, 40 шақырым бар. Сонда бір-ақ шана кісі келді. Бір шанада менің әгі дүние қыстығын алып келді менің әгі. Нені, предінілерімді. Әр заман өзің қазір өтіп жатыр дүние, күнде өзгеріп жатыр. Пәлендеуге болмайды енді. Жалпы қазір кезде енді немерелер өсіп жатыр. Иә, шүкір. Шүкір, немерелер ортасында ақжаулықты ана болып, енді қазақта айтады ғой, қарт қария үйдегі бар несібесі немесе қазынасы дейді. Самалы. Сіздің осы қазіргі жас ұрпаққа тәрбие беру процесінде енді қандай септігін тигізесіз? Оларға ертегі айтасыз ба, мүмкін тәрбие қалай жүріп жатыр, мысалы сіз оған араласасыз ба осы? Тәрбие болғанда дін жолына жүріңдер деймін, жаңағы Алмазды дін оқуына бір жылдары бердім. Соны әкене салып алып, атқа мінсін елге жібер деп 4 күнде келін жіберіп қойды. Қандай оқып жүрген, дінді Құран оқып, намазға шығып сөйтіп жүріп тастап кетті бәрін. Енді жай айтамыз, ақылды бол, біреудің ала жабылын айтпа, өтірік айтпа, көшеде жүрсе үлкендерді сыйла деп.
жаңағы Алмазым бір жерден бір күні бір жерге асығып кетейік деп жатсақ, Алмаз жоқ, күтіп отырмыз. Әй, сен қайда жүрсің айтады. Білмеймін әке, балаларының қайда екенін дейді. Bir әже дейді, екі қолында екі сөмке дейді, көтере алмайды дейді. Содан автобустан түсіп дейді, сол әженің үйіне екі сөмкені апарып бердім дейді. Сондай жақсылық істе деп айтамыз енді келгенде. Үлкендерді сыйла. Үлкендерді сыйласаң, айтады ғой, ананың табанында шүмек деп. Мекеге үш рет арқалап апарсаң да ананың еңбегін қайтара алмайсың дейді. Сондай жақсы бол, әкенен сыйла. Деймін, иншалла сыйлайды балалар. Әкесін ұл да сыйлайды, қыз да сыйлайды. Әкең кел жатыр, міне. Тамағың дайындаңдар, әкең төсегін салыңдар, есік ашыңдар деп айтып отырам, атып шығады, иншалла. Екеуі де, балалардың бәрі де. Ал жақсы апа, енді осы біздің сұхбатымыз аяғына келдік. Енді осы жерде жалпы енді қазіргі жастарға не дейсіз, не айтасыз оларға, қандай кеңес бересіз мүмкін, қандай болу керек? Енді бірінші кезектен қазақ дәстүрлерді тұрғысынан енді қазақ болып қалсақ, әрі қарай еліміз өркендеп дамып, өзіңіздің ақ батасыңыз берсеңіз осы тұрғыда. Балалар енді айтам, немере шөберелеріне бақытты болсын, иманды болсын дейміз, тәртіпті болсын, иман жолында жүрсе кішкене жүректері ақ болады, таза жүреді, жамандыққа бармайды. Сол жағын айтам көбіне балаларыма. Аман болсын, қайда жүрсе, жортқанда жолдары болып, жолдастар қыдыр болып, Алла қолдап бақап жүрсін, қайда барса да. Тілектеспін соған, ауырмасын, жырқамасын, дендеріне саулық берсін деймін. Балаларыма, немерелеріме, шөберелеріме. Иншалла, менің жасымдағылар немере көрмегендер жүр. Аллаға тәубе, шүкіршілік. Шөберемді көріп жатырмын, бәрі де сыйлайды мінеке. Келіп жатқан жасындарыма. Кейбір ата-аналарды көбі сыйламайды. Соған таң қалып отырасың. Алла ішінен шыққан, қалай солай деп. Қарт үйлер көбейіп жатыр. Қарт үйлер көп. Туған анасын, туғандарын апарып тастап жатады. Олар жылап өңеріп жатады. Сонда қалай? Мысалы балалар, әйел балалар қазір бетімен кетті. Көшеге шықсаң қорқасың. Бір кейде базарға барсаң, қазақтың қыздары шылым тартып тұрады көшеде. Кейбіреулер айтады, әне апа келе жатыр деп тығады тағы несін. Оны апа айтса да көнбейді оған. Оған да соны ойлайсың енді. Апа келе жатыр деп тығылады әкелер. Көшеде базарға бір жерге барып қалсаң. Жақсылық болсын, енді баршаларыңа амандық тілеймін. Атанымызға тыныштық болсын. Соғыс болмай патшамызға тауфық беріп, сол айтып жатыр ғой, жастардың бақыт үшін осы еңбегім жансын деп патшалар да сөйлеп жатыр. Еңбегі жансын ол кісінде. Патша шариғатта айтады, патшаны жамандама дейді. Ол ел билеп отыр. Шариғатта қоспайды оны. Ал жақсы, рахмет сізге апа. Сіздің ақ батаңыз қабыл болсын, әумин деп айтамыз. Енді жастарға тілейтінім тек қана алда осындай асыл қазынамыз, қарияларымыз аман жүрсін. Осы тәрбие жолында да көп әсер тигізіп жатыр. Сондықтан осындай біздің сұхбат бағдарламамыз жүреді. Осы каналда қосылып тұрыңыздар. Сау болыңыздар.